Көріңіздер, хабардар болыңыздар. Жылдам ақпарат. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Сәлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 2026 жылдан 2028 жылға дейін Қазақстанда зейнетақы мөлшері өседі. Бұл туралы республикалық бюджет туралы заң жобасында жазылған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 2026 жылы республикалық бюджеттен 6,8 триллион теңге бөлінеді. Оның 6,7 триллионнан зейнетақы мен жәрдемақылар төлеуге жұмсалады делінген заң жобасында. Зейнетақы мөлшері қандай болады? Құжатқа сәйкес Қазақстанда орташа зейнетақы мөлшері 2026 жылы 103.687 теңге, 2027 жылы 108.940 теңге, 2028 жылы 113.995 теңге болады. Анықтама. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі дерегінше 2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша орташа зейнетақы 143.097 теңге, оның ішінде 95.491 теңге. Ынтымақты бөлігі 47.606 теңге базалық бөлігі. 2026 жылы базалық зейнетақының орташа мөлшері 54.082 теңге болады. 2027 жылы ол 4.000 теңгеге өсіп, 58.276 теңге, ал 2028 жылы 61.527 теңгеге тең болмақ. Жоспарға сәйкес 2026-28 жылдарды қоса алғанда ең төменгі базалық зейнетақы ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-ын құрауы тиіс. Ең жоғары зейнетақы мөлшері 2026 жылы 118%, 2027 және 2028 жылдары 120% болмақ. Бүгінде ең төменгі базалық зейнетақының мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%, 32.360 теңге, ал ең жоғары базалық зейнетақының мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 110%, 50.851 теңге. 2025 жылы 1 қыркүйектегі мәлімет бойынша Қазақстанда 2.503.000 зейнеткер бар. Әлеуметтік салаға арналған жалпы бюджет, зейнетақы мен жәрдемақылар төлеуге арналған бюджет жыл сайын ұлғайып отырады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.